Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сіздермен Қазақстандағы ұжымдастыру тақырыбын қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары күштеп ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардаптарын талдау, демографиялық өзгерістердің себептері мен салдарын анықтау және 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы әміршіл, әкімшіл жүйе саясатының зардаптарын талдау. Қолдан жасалған ұлы нәубет. Жалпы нәубет сөзінің мағынасын қалай түсінеміз? Осы сөз төңірегінде сәл ой қорытайық. Күніне қазақ мыңдап өліп жатыр, тұқымы сағат сайын кеміп жатыр, өз баласын өзі үйітіп жеп, көр азабын тірідей тартып жатыр. Ұлы нәубет жылдары қазақ халқының басына өте қиын жағдай орнады. Сонымен сіздер құжат түрін, құжаттың жазылған мерзімін, құжат авторларын, құжатты дайындаудағы мақсат қандай, құжат ақпараты. Осы 5 сұрақ төңірегінде сіздер жауап бересіздер. Фотографтар тобына суретті талдауға арналған аналитикалық жұмыс парағы берілген. Жұмыс парағы арқылы сіздер қадамдармен жұмыс жасайсыздар. Бірінші қадам бақылау, суреттерді 2 минут ішінде зерттеңіз. Екінші қадам қорытынды. Өз бақылауларыңыздың негізінде негізгі 3 нәрсені көрсете отырып, суреттен қорытынды шығарыңыз. Үшінші қадам сұрақтар. Бұл сурет сізге қандай сұрақтар тудырды және суретке атау беру. Үшінші топ куәгерлер тобы. Деректі фильм талдауға арналған аналитикалық жұмыс парағы. Куәгерлер тобы. Сіздерге деректі фильмді талдауға арналған аналитикалық жұмыс парағы берілген. Сіздерде қадам арқылы жұмыс жасайсыздар. Фильмді бірінші қадамда қарап шығыңыз, кинофильм түрін анықтаңыз, кинофильмнің басты идеясы не? Екінші қадамда бұл кинофильм сізге түсірілген кезеңнің өмір туралы қандай мәлімет береді? Үшінші қадам, ол сізді қандай сезімге бөледі? Осындай 3 қадам арқылы сіздер жұмыс жасайсыздар. Төртінші топ демографтар тобы. Демографтар тобында халық басынан өткен қасіретті жылдардағы халық санағы мен статистикалық мәліметтерге негізделген ақпарат бойынша демографиялық жағдайға талдау жасайсыздар. Халық санағы бойынша сіздерге 2 жылдың деректері берілген. Осы деректер арқылы сіздер қорытынды жасап, халық санағы бойынша нәубет жылдардың демографияға қаншалықты әсері болғанын анықтайды. Қазақстандағы ұжымдастыру тақырыбын сәйкестендіру тапсырмасы арқылы қорытындылаңыздар. Білдім, білгім келеді, білемін сөздері арқылы кері байланыс жіберуді сұраймын. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.